Сәлем достар, бүгін мен етсіз әрі өте тез дайын болатын тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қызып тұрған майда пиязды қуырып, артынан бұрышты және сәбізді, сосын баклажанды салып жақсылап қуырып аламыз. Содан соң шамалы томат пастасын салып қуырамыз. Артынан картопты салып қуырамыз. Мен бұл жерде картопты салған көрсетуді ұмытып кеткенмін. Сосын қызанағымызды, түрлі дәмдеуіштерімізді, тұзымызды дәміне қарай салып, шамалы су құйып, баяу отта қайнатып пісіретін боламыз. Сосын осылай аскөкпен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Бұл өте тез дайын болатын тағам, әрі қолжетімді ингредиенттерден жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.